Әке, алақай. Сәлем, балалар. Қанекей, ас бөлмеге барайық. Маған да. Дәмді көрінет. Қалай ұнады ма сендерге? Қалған тамақтан соң ішесіңдер, келістік пе? Тамақтан соң дейді. Оған дейін шыдамайым ғой, мен қазір ішкім келіп тұр. Уақыт өтіп болмай қойды ғой. Тезірек тамақ ішсек екен. Күтіп шыдамым таусылды ғой. Кішкене ғана ішек қой. Жоқ, болмайды. Кішкене ғана. Шіркін. Әкем білмейде қалатын шығар. Ой, рахат-ай. Қорапты тығып қойайын. Әкем байқамайда қалар. Ұмытып кететін де шығар ол жайлы. Бар ойнап келейінші. Ішіме не болды? Қатты ауырып тұр. Әке. Мен жедел жәрдем шақыртамын. Егер бұл расында ауырып қалған болса ше. Жедел жәрдем шақырудың қажеті жоқ. Әке, ол өзінен өзі ауырып қалуы мүмкін емес қой. Bir нәрсе болып қалса қайтеміз? Меніңше бәрі дұрыс. Ол жай ғана өтірік, әке-шешені тыңдамау. Ұрлық деген аурумен ауырып қалған. Мен алдап жатқан жоқпын, ата. Шынымен ауырып тұрмын. Не? Әке, сіз мұнымен нені меңзеп отырсыз? Түсім балам, алдайсың, одан өлмессің, бірақ кейін саған ешкім сенбес. Бір рет өтірік айтасың, кейін тағы да айтатын боласың. Бірінші рет өтірік айтқанда сені ұятың мазалайтын болады. Екінші рет де солай болады. Бірақ біріншіге қарағанда азырақ ұялатын боласың. Әр алдаған сайын осылай азая берет. Бірте бұл соған үйреншікті жағдайға айналады да, саған оны тастауға қиынға соғады айналайын. Осыны есіңнен шығарма, ұқтың ба? Өтірік айту деген балам жаман әдет. Мені кешіріңіздерші. Мен ақымақтық жасадым. Өз қателігімді түсіндім. Енді ешқашан олай жасамаймын. Кешіріңізші. Жарайт балам, кешегі оқиға саған сабақ болған сияқты. Есіңде сақта, тәрбиелі адамдар ешқашан өтірік айтпайды, әрі ұрлық жасамайды. Жақсы ата, мен бәрін түсіндім.